әжетханаға жалаңбас кірме. Бірде 4 шадиярдың бірі Әбу Бәкір әжетханаға кірсе, бұрышта қолында құрығы бар Әбіліс отыр екен. Ей малғұн, сен мұнда неғып отырсың дейді. Сонда Әбіліс, Тәңірі, мен Тәңірімен араздасқанда Тәңірі маған осы дәретхананы үйгіп берген. Соны сен білмеуші ме едің дейді. Сонда Әбу Бәкір, қолыңдағы құрық не үшін дейді. Сонда Әбіліс, әжетханаға кім жалаңбас кірсе, солардың ақылын ұрлаймын. Олардың ойы таяз, танымы қисық болады. Ақыл азайғандардың дүние табуға кемдігі болмайды. Есесіне Құдаймен ісі де болмайды. Олардың өлгенше иманын толықтыруына осының барлығы кедергі болар депті. Содан бастап Әбу Бәкір ел арасында әжетханаға жалаңбас кірмеңдер деп үгіт насихат жүргізіпті деседі.